1969 жылы қазақстандық археологтар Кемел Ақышевтың басшылығымен ерекше жаңалық жасады. Кейінірек бұл жаңалық 20 ғасырдың ғаламдық ауқымдағы ең үлкен археологиялық табыстарымен теңестірілді. Әлем сақ кезеңінің алтын келбеттегі жауынгерін көріп тамсанды. Бұл жаңалық бүкіл әлемде Тутанхамон қорымының ашылуымен тең жаңалық болатын. Әлем аспанында археологияның жаңа әлемдік жұлдызы жарқырады. Жиырмасыншы ғасырдың 30 жылдары Кемел замандастар секілді ата-анасынан айырылды. Бұл қайғылы және аласапыран заман еді. Қызыл террордың уақыты. Ағасы Қаныш Сәтбаевтың көмегімен ол Алматыдағы мектепті тәмамдағаннан кейін Самарқандта орналасқан Воронеж әскери училищесіне түсті. Ол 1941 жыл болатын. Мектепті тамамдаған соң барлығы әскери училищеге түскен. Ол Самарқанд әскери училищесіне қабылданып 9 ай оқып, сол жақтан соғысқа аттанған. Осылайша 1942 жылы Молдованың Днестр майданына тап болады. 1943 жылы 230 Сталиндік атқыштар дивизиясы құрамында Кемел Ақышев Воронеж түбінде соғысты. Днепрді кешіп өтті. Донбасс пен Тираспольді жаудан азат етті. Соғыста ол батыл ерлігімен, қажымас өрлігімен ерекшеленді. Ауыр жарақат алып әскер қатарынан босатылды. 1944 жылдың соңында 20 жасар лейтенант Кемел Ақышев Алматыға қайтып оралды. Ол өзінің ағасының жолына түсіп геолог болуды армандады. Бірақ майданда алған ауыр жарақаты бұл арманның орындалуына кедергі болды. Оның оң қолының сіңірі жарақаттанған. Сондықтан ағасы тарих факультетінің археология бөліміне түсуге кеңес беріпті. Кемел Ақышев Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетіне түсті. Тарих, әсіресе археология жас лейтенантты тез баурап алды. Археологияға деген қызығушылық Бернштам бастаған оңтүстік Қазақстан облысының бірінші экспедициясынан басталды. Кемел Ақышұлы археологиялық қызметін экспедицияға жетекші болып қана қоймай, кемтар қолына қарамастан қазба жұмысын жүргізуші ретінде бастаған. 1948 жылғы Қазақстанның оңтүстігіндегі Арыс өзені маңындағы Бөрежар бейітін қазу оның бірінші экспедициясы еді. Қазмуды аяқтағаннан кейін Кемелге КСРО археология институтының Ленинград бөлімінің аспирантурасына жолдама берілді. Бұған себепші болған Қаныш Сәтбаев. Студент кезінде оңтүстік Қазақстан экспедициясына қатысып, тұңғыш рет Отырар және Ұлы Жібек жолындағы басқа да көне қалалармен танысады. Ол диссертациясын Қазақстанның қола дәуірін зерттеп қорғаған болатын. Осы бағытта, яғни қола дәуірін зерттеу барысында Ақышев ғұлама ғалым Әлкей Хаханұлы Марғұланды жолықтырыпты. Археология Марғұланның екінші саласы. Ол ең әуелі қазақ тілі мен әдебиеті бойынша диссертация қорғаған. Қаныш Амантайұлы Әлкей Хаханұлына археологияда үлкен ақтаңдақтар барын айтып, осы салаға мойын бұруға қолқа салған. Марғұланның да, Ақышевтың да археологиялық ізденісі осылай бастау алған болатын. Соғыстан кейінгі ауыр кезең болатын. Ел еңсесін енді көтере бастағанды. Пайдалы қазба игеру, Шығыстағы мемлекеттік республикалық электр станциясының құрылысы, орталық Қазақстандағы қара және түсті металлургияны дамыту, батыста мұнай мен газды жүйелі өндіру жұмыстарына баса назар аударылды.
Қазақстанның аумағы үлкен өндіріс ошағына айналды. Барлық өңірінде өнеркәсіптік нысандардың құрылысы қарқынды жүргізілді. Ұлы даланың келбетін түбегейлі өзгерткен ауқымды жобалар қолданысқа енді. 1954 жылы тың және тыңайған жерлерді игеру жұмыстары қарқын алды. Орталық Қазақстанның игерілмеген жерлеріне мыңдаған трактор түрен салат деген хабар тарады. Сол сәтте Қазақстанның ғылыми қауымдастығы алдында ұлы даланың тарихи мәдени мұраларын сақтап қалу үшін археологиялық құтқару жұмыстарын жүргізу туралы мәселе қозғалды. Сол кездің тілімен айтсақ, тың және тыңайған жерлерді игеру басталғанда жеделдетілген археологиялық құтқару жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туындапты. Осы кезде Ақышев ұстазы Марғұланмен иық тіресіп, әртүрлі қазба жұмыстарына бел шешіп кіріскен. Марғұлан орталық Қазақстанда, ал Кемел Ақышұлы солтүстік Қазақстандағы тың жерлерде. Негізінен Қапшағай ГЭС салу аймағындағы Іле өңіріндегі қазба жұмыстарына қатысты. 1954 жылдан бастап Кемел Ақышұлы Сақ патшасының қорғандарын қазу жөніндегі археологиялық экспедицияны 4 жыл қатарынан басқарды. Оңтүстікте, оңтүстік батыста қазақ даласының Арал мен Каспий арасында өмір сүрген тайпаларды парсылар сақтар деп, ал ежелгі авторлар скифтер деп атаған. Лай суағатын екі өзен арасынан жазық дала басталады. Осы жазық далада Сақ деп аталатын халық тұрады. Бехистун жазбасы. Бехистунская надпись на скале Бехистун. Бехистаун жазбаларында және Персеполис бедерінде сый әкеле жатқан тиграхаут сақтардың бейнесі бар. Олардың елшекен салтанатты киімінен де және қаруларынан да байқауға негіз бар. Предметы вооружения, кинжалы и прочее у них при себе. Қазақстан аумағында сақ көсемдері жерленген қорғандар жетіп артылады. Алайда 60-шы жылдардың басында олар туралы деректер жоқтың қасы болады. Осыны Кемел Ақышұлы алғашқылардың бірі болып зерттеді. Көп жылдық зерттеудің нәтижесінде Іле өзенінің жанындағы сақтар мен үйсіндердің мәдениеті атты тамаша кітап жарық көрді. Мұнда осынау қуатты тайпалар одағының мәдениетін, өнерін, мифологиясын, өмір салтын зерттеу мәселелері қойылды. Осы жерде біздің дәуірімізден бұрынғы бірінші мыңжылдықта өмір сүрген тайпа бірлестіктерінде көп халық болатын. Туыс тілді тұрғындар араласып, мәдениетін дамытты. Олар мемлекеттер құрды, империяларды жойды, алтыннан және бағалы тастардан өнімдер жасау мәдениетін шебер қолдана отырып, қайталанбайтын ерекше мәдениет қалыптастырды. Адамзаттың әлемдік тарихына үлкен үлес қосқан көшпелі өркениеттің негізін қалаған сақтар. Скифтер Арейден басқа бірде-бір табынушысына, құдайларына алтарь орнатпаған, ғибадатхана салмаған. Арейдің құрметіне құрылыс салу олардың дәстүрі. Скиф аумағында топырақтан алып қорғандар тұрғызылған. Оның төбесіне ескі темір қылыш қойған. Арейдің табынушыларына қызмет еткен сол қылыш. Осы қылышқа олар жыл сайын әрі қарамалдан құрбандық шалады. Геродот. Сақ өркениетінің жоғарғы мәдени ескерткішінің бірі Бесшатыр қорымы. Бесшатыр қазіргі Қазақстан аумағында біздің дәуірімізден бұрын бірінші мыңжылдықта өмір сүрген ежелгі сақтардың рухани меккесі болып есептеледі. Олардың ішінде 31 қорғаннан құралған Бесшатыр бейіті бәріне белгілі. Жетісулық пирамида деп аталатын ең үлкен қорғанның диаметрі 105 метр және биіктігі 17 метр.
Бұл қорғанның ағаш қабірлерін Тянь-Шань шырша бөренелерінен жасаған. Олар 2000 жылдан аса уақыт өте жақсы сақталған. Осы ескерткішті зерттеуге Кемел Ақышев саналы ғұмырын арнады. Шатыр это не просто погребальный. Бес шатыр күрделі қорым ескерткіш құрылысы. Ол сақтардың ғаламат архитектурасы, архитектуралық ойы, құрылыс өнері болғандығын білдіреді. Ағаш қорымын ашып бастағанда бөренелер арасынан құрбақа терісі, жыланның қабығы табылған. Бұл осынау ағаш қорымның төбесі бір кездері ашық тұрған, үстіне бірден топырақ үйілмегендігін білдіреді. Патшалар өздерінің бейтін алдын ала дайындап, қорымына топырақты кейінірек үйген болуы мүмкін. До 40-х, 50-х годов 40-50 жылдарға дейін Қазақстан көшпелі халық аумағы болып саналып келді. Осы қасан қағиданы жою керек болатын. Сондай-ақ Еуропа центристердің және олардың сойылын соққан кеңестік насихат пен ғылымның көшпелілер тарихын санаулы түрде кемсітуі, көшпелілерді бейғам, жалқау, ынта жігерсіз, жартылай жабай тірлік құрушы халық етіп көрсетуі, қазақтың ұлттық сана сезімін күйретіп құртатын рөл атқарды. Нұрсұлтан Назарбаев. 69 жылы бір мақаласында осы жылдан бастап біз Қазақстан археологиясында үлкен өзгерістер жасаймыз. Осы жылдан бастап Қазақстанның отырықшылық және қалалық мәдениетін зерттеуді қолға аламыз деп жазған болатын. Менің ойымша, отырардағы қазба жұмыстарына осы себеп. Яғни жетісу ескерткіштер отырарға сенім бергенде сол, әдістемесін, әдісін және деректі материалдарында ұтымды қолдана білді. Кемел Ақышевтың ғылыми өмірінің алғашқы қадамы Қазақстанның оңтүстігінен бастау алған. Ол қазақ көшпелі қоғамының мифі туралы Еуропа центристердің тұжырымдамасын жоққа шығарды. Оның жаңалығынан кейін барлық археологиялық әлем көшпенділердің тарихын қайта жазуға мәжбүр болды. впервые в Союзе был использован. Одақ көлемінде алғаш рет ауқымды алаңдарды қазу жұмыстары жүргізілді. Мұндай әдіс қаланың жалпы жоспарын белгілеуге, орталық аудандарын, көшелері мен қиылыстарын анықтауға, сондай-ақ бірнеше бөлмелі тұрғын үй кешендерін ашуға мүмкіндік береді. Бұған қоса суландыру жүйесін зерттеуге, су көтеру, су сақтау қоймасын икемдеу шаралары қарастырылды. Мұның бәрін жүзеге асырған Кемел Ақышев бастаған топ. Есть такое заблуждение, что отырарскую Сол кездегі отырар экспедициясын Қазақстанның әкімшілігі жасады деген бұрыс пікір бар. разработано было в таком Олай простейшем, емес. обшарпанном кабинете. Ол әдістемені археология секторының тозығы жеткен жұмыс бөлмесінде Это было разработано там. далалық командир Оно было- әдісі это было бойынша разработано таким человеком, как Кемаль Акишев. Кемел Ақышев жасаған Разработано болатын. было вполне таким вот методами командира, полевого командира. Кемел Ақышев студент кезінде Қазақстанның оңтүстігіндегі ежелгі қалаларға қызығушылық танытты. Ол Қазақстанның оңтүстігін қазақ халқының бесігі деп санаған. Сондай-ақ бесік сөзін Ақышев оңтүстікке қатысты жиі қолданатын. Белгілі орта ғасырлық географтар мен тарихшылар отырар туралы көптеген жазбаларын қалдырған. Ол туралы Ибн Хаукаль және Әл-Магдиси, Әл-Истахри және Махмуд Қашқари жазған. Саяхатшылар отырарды керуен жолдарының бойында үлкен сарайлармен, мешіттермен және басқа да айрықша архитектурасымен ерекшеленетін үлкен сауда орталығы ретінде суреттеген. Отырар туралы алғашқы жазбаларды белгілі тарихшы Ат-Табари еңбектерінен табуға болады. Осы кезеңде қаланың және аймақтың екінші атауы Фараб жайлы да айтылады. Орта ғасырлық әйгілі отырар қаласының алғашқы қазба жұмыстарының өзінде айтулы жаңалықтар орын алуда. Бұл қаланың даңқы жүздеген жылдар бұрын шығыс пен батыстың көптеген елдеріне тараған. Орта ғасырлық отырардың жоғарғы мәдени қабатына жүргізілген алғашқы қазба жұмыстары барысында
жаңа ғылыми зерттеу материалдары табылды. Әсіресе полихромдық жазбалары бар су құмыраларының үлкен топтамасы аса құнды ғылыми материал болып табылады. Ол құмыралардың түбіне қазақ халқының рулық таңбасы қойылған, белгілері бар болып шықты. Ақышев қазақ халқының ұлттық болмысына қарай осы аймақтың маңыздылығын дәлелдеп, мемлекеттік қолдауға ие болды. Отырардың қазба жұмыстарына Ақышев үлкен қаражат бөлінетініне үміт артты. Жалпы алғанда оған 20 жыл мерзімге 10 миллион сом қажет еді. Отырар қаласы биіктік 18 метр болатын биік шоқы. Бесбұрышты формада, оның үстіне көтерілу де оңай шаруа емес. Кемел Ақышев өз естелігінде біз жаспыз ғой. Оңай шықтық. Карл Молдахметұлы, Бекен Қадырбаев, Оразбаев бар. Біз оны 20 жыл ішінде қазып зерттейміз. Жастық албырт шақта белсене кіріскен ғой. Бірақ өкінішке қарай, олар түбіне дейін тіпті төменгі қабатына да жете алмады. Тек 15 ғасырға дейінгі бөлігін аршыды. Алайда бұл қаланың біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырда негізі қаланғаны даусыз. Дінмұхамед Қонаев осы жобаның маңыздылығын түсінді және оны жомарттықпен қаржыландырды. Осылайша картаға маңызды саясат мүддесі қойылды. Ақышев сол мүддеден аттап кетпеді. Бұл тәуекелді қадам еді. Алайда оның үміті ақталды. Отырар эпопеясын Қазақстанның сол кездегі жоғарғы билігі бірінші хатшы Дінмұхамед Қонаев та жақсы қолдады. Кеңес одағының бірде-бір аумағында мұндай қуатты жеке зертханасы бар археологиялық база болған емес. Осының арқасында Отырар мәселесі әлі күнге дейін өзектілігін жоймай келеді. Ақышев көпшілік назарын аудару үшін қызықты әдіске сүйенді. Ол өз өтінішінде кейбір ежелгі араб деректеріне сәйкес, Отырарда әйгілі Александрия кітапханасымен ғана салыстыруға болатын үлкен қолжазба кітапханасының болғанын келтірді. Бірақ осы күнге дейін бұл кітапхананың ізі де табылмады. Дәлелденбеген болжамға байланысты Ақышев тәуекелге барды. Сол қадамы оң нәтиже берді. Көптеген жылдар бойы мемлекет қазба жұмыстарын қаржыландырып келді. Кемел Ақышев Отырарда атақты Әл-Фараби және шығыс әлеміне әйгілі Ахмет Яссауи дүниеге келіп өмір сүргенде ойлаған. Бұл ойын кейін оның шәкірттері нақты дәлелдеді. Разумеется, Кемаль Акишевич не мог свои все... Кемел Ақышев бар жаңалықты жалғыз өзі ашқан жоқ. Оның экспедициясының құрамында қалалық мәдениет саласының ірі маманы, саналы ғұмырын оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалық мәдениетін зерттеуге арнаған Карл Молдахметұлы Байпақов және Лев Борисович Ерзакович болды. Оңтүстік Қазақстандық археологиялық экспедицияның негізгі арқауы осы 3 ғалым. Ежелгі жазба деректер бойынша Отырарда әйгілі Бердібек сарайы орналасқан. Ол 14 ғасырда Отырардың билеушісі болған. Сол жазба деректерге сүйенсек, Ұлы Темір осы сарайда өзінің соңғы жарлықтарын берген. Әзірше сарайдың 20 шақты бөлмесіне қазба жұмыстары жүргізілді. Соның барысында өңделген кірпіш, көркем қыш тақталары және алтын жалатылған тақталар табылды. Осының барлығы сарай кешенінің маңыздылығын білдіреді. Сейхун жағалауынан шыққан темір Отырардағы Бердібектің сарайына 12 Раджаб күні келіп тоқтайды. Барлық сұлтандар, әмірлер және олардың жақындары сарайдағы жеке бөлмелерге орналасады. Шараф-ад-Дин Езди. Нужно было показать миру. Қазақтар көшпенді халық еместігін әлемге көрсету керек болды.
Осы қатып қалған қағиданы жою керек болды. Мінекей Кемел Ақышев қолға алды да 20 жылдан аса уақыт өз командасымен қызу жұмыс істеді. Осынау кешенді экспедиция жемісті еңбек етіп, тамаша жәдігерлер тапты. 1970-72 жылдары ежелгі отырар еңбегінің 3 авторы Ақышев, Байпақов, Ерзакович, сосын ортағасырлық отырар, кейінгі ортағасырлық отырар сияқты арнайы жинақтар бірнеше сериямен жарияланды. Мұнда Қазақстан үшін стратегиялық маңызы бар ашылған жаңалықтардың барлығы түгел қамтылды. Очень трудно представить, если Ұлы жібек жолындағы қалаларды зерттеуді кеш бастасақ, бүгін не болатындығын елестету қиын. Қазір қолымызда бар ауқымды зерттеу материалдары сияқты байлық болмас еді бізде. Ондаған, жүздеген, мыңдаған мақалалар бар қазір. Мұның бәрі бір адамның тәуекел етуінің арқасында пайда болды. Отырарда табылған жәдігерлерді зерттегенде жергілікті мәдениеттің антик дәуірінен қалыптасқаны дәлелденді. Бұған қоса тәуелсіз ауыл шаруашылығы мен қалалық мәдениет дамыған. Назар аударыңыз, қалалық Қазақстанда. Сол кезеңнің ғалымдарының пікірінше, қалалық мәдениет мүлде болмаған деп есептелген. Осылайша Ақышев отырарды Орталық Азияның жалпы мұрасынан бөліп алды және отырықшы қалалық мәдениеттің бірлесіп дамыған туралы болжамдарын жоққа шығарды. Міне, осылай өтінішінде бар құпияны жайып салмағаны тұрарлық бекен. Отырар экспедициясы Кеңес одағының ең ірі археологиялық жобасы болды. Бұл жоба Ақышевтың тас дәуірі кезеңінен бастап аймақта әлеуметтік дамудың үздіксіз жүргізілуі туралы айтуға мүмкіндік берді. Палеолит дәуірінің жәдігерлерін табу арқылы Қазақстан жер бетінде адамдар өмір сүре бастаған алғашқы жерлердің бірі болып санала бастады. Археологтар ашқан мәдени қатпарлар оның даму тарихын Қаңлы мемлекетінің бірінші қалалық елді мекендерін құрудан бастап, үлкен тарихи әрі мәдени орталыққа айналғанға дейінгі тарихын зерттеуге арқау болады. Осында әр дәуірдегі қалалардың орындары, су қоймалары, суару каналдары сақталған. Ежелгі ландшафт жергілікті тұрғындардың егіншілікпен айналысқанын білдіреді. Тарихшылар отырарды қазақтардың этногенез орталығы деп санайды. Отырар ежелгі керуен жолдарының қиылысында орналасуымен көпшілік қызығушылығын оятты. Ол сол кезеңде Орталық Азиядағы Ұлы Жібек жолы бойындағы бай әрі дамыған қалалардың бірі болды. Отырар туралы деректер бұрын соңды осы өңірде болған барлық араб, парсы авторларының қол жазбаларында кездеседі. Хорезм шахы Шыңғыс хан нұсқауларын тыңдамай, олардың қанын төгіп, мүліктерін жаулап алуға жол беретін бұйрықты терең ойланбастан береді. Ол олардың өлімдеріне рұқсат берумен өмірге тыйым салғанын түсінбеді. Қайыр хан оларды өлтірді, бірақ ол бүкіл әлемді ойсыратқаны қоймай, қала халқын бақытсыздыққа ұшыратты. Рашид ад-Дин, жазбалар жинағы. Мың 219 жылы Отырар Шыңғыс хан бастаған моңғол әскерінің шабуылына тап болды. Қала тұрғындары 6 ай бойы ерлікпен қорғап, қоршап, тек сатқындықтың кесірінен Отырарға жау басып кіріп, өртеп, қиратты.